Қазақтың Дархан даласының ортасында дәл ертегідегідей әсем қала тұрғызылды. Көздің жауын алатын керемет ғимараттар мен салтанатты сарайларды көрген кезде таң тамаша боласың. Бұл 21 ғасырдың арман қаласы Астана. Әрине, армандарын жүзеге асыру үшін бәрі де Астанаға ұмтылады. Олардың ішінде сәулетшілер де бар. Астана қаласының ең үздік жобасын анықтау үшін біздің үкіметіміз бірнеше рет халықаралық байқаулар жариялады. Нәтижесінде қиялдағы қала өмірге келді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Сіздермен бірге өмірде болған бағдарламасы және мен Ерік Жолжақсанов. Осы бір ғимаратта еліміздің сәулетшілері бас қосып, елбасымызбен бірлесе отырып, Астана қаласының ең алғашқы жобасын дайындайды. Сол жылда Аманжол Шиғанаев Астана қаласының сәулет және қала құрылыс басқармасында архитектор болып қызмет атқарып жүрген еді. Менің осы қалада тұратын барлық туыстарым, таныстарым, достарым әсем қалада тұрса екен деп армандадым. Біздің қаламыз Қазақстанның астанасына айналатындығы жайлы естіген кезімде, сол идея тезірек жүзеге асса екен деп тіледім. Аманжол Шаймерденұлының ойынша, өмірден бәрінде күтуге болады. Тіпті сенің өмірің 180 градусқа өзгеру мүмкін. Елбасымен кездесіп жаңа қаланың құрылысы жайлы әңгімелесем деп, Аманжол мүлде ойламаған еді. Біз 21 ғасырға лайық халықаралық талаптарға сай жаңа қала салуымыз керек деді елбасымыз. Осы сөзді жігерленіп айтқан елбасы жұмыла іске кірісуге бәрімізді жігерлендірді. Біз идеяның жүзеге асатындығына сендік. Бірден жаңа қаланың құрылысына кірісіп кеттік. Мен елбасымыздың болашаққа айқын жоспар құрып, сол жоспарды жүзеге асыру үшін белсене кірісетіндігін байқадым. Құрылыс, сәулет жағын ол кісі тыңғылықты игергендігі бізге жиналыс өткізген кезде бірден байқалды. Астананың тарихына айналған осы бір макеттің негізінде бүгінгі күні әсем шаһар пайда болып, астаналықтардың мақтанышына айналып үлгерді. Қазақстан Еуразияның жүрегінде орналасқан. Бүгінгі күні Қазақстан ұлттар арасындағы ынтымақтастық пен татулықтың нышанына айналған. Бұл бір жағынан біздің елбасымыздың еңбегінің жемісі. Маңызы бар концепцияларды жүзеге асыру үшін біз Еуропаның, Азияның, Американың ең үздік деген архитекторларын тарттық. Басты міндет жаңа Астананың жобасын құру қажет болды. 21 ғасырдың Астанасын салу үшін елбасымыз халықаралық байқау жариялады. Бұл байқауға әлемдегі ең мықты деген сәулетшілер қатысты. Олардың ішінде ең үздігі таңдалып алынды. Жобаның тек сыртқы құрылымы ғана емес, ішкі мазмұны да ерекше болды. Астана қаласының жоба авторы жапон сәулетшісі Кисе Курокава. Кисе Курокава 1934 жылы Нагая қаласында дүниеге келді. 1957 жылы Киото университетін тәмамдап, Токио университетінің аспирантурасында Кенза Тангеден дәріс алады. 1960 жылы Курокава метаболизм негізінің қалаушылардың бір ретіне танылады. Ол өз идеяларын еңбектерінде дамыта түседі. 1962 жылы Кисе Курокава өз кеңсесін ашты. Токио, Осака, Нагоя, Астана, Пекин, Куала-Лумпур қалаларында қазір оның кеңсесінің филиалдары бар. 1960 жылдары ол ДНК-ның молекулалар түріндегі ғимараттардың жобасын дайындайды. Оның Токиодағы Коба Тауэр ғимараты Біріккен Ұлттар ұйымының 20 ғасырдағы ең үздік ғимараттардың тізіміне енді. Курокава Астана қаласын тірі организм ретінде қарастырып, оны табиғатпен үндестіреді. Мен болашақ Астана қаласының орналасатын жерін көрген кезде бір үйлесім мен үндестік қажет екенін түсіндім дейді Курокава. Ол Астананың әкімшілік орталығын Есілдің сол жағалауына жоспарлайды. Бұл қаланың ең бір көрнекті жері. Мұнда Лев Гумилев атындағы Евразия университеті, саябақтар мен стадиондар орналасқан. Курокава үшін ең бастысы
бір кездегі табиғат пен үндестіктегі адамды осы жүйеге қайтарып алып келу. Біздің елбасымыздың ойлағанында осы еді. Соның арқасында қаламызда саябақтар көбейіп, Астана жасыл шаһарға айналды. Жапырағын жайған бәйтерек те қаламыздың символына айналып үлгерді. Астанаға келген адам таңданысын жасырар емес. Себебі біздің қаламызда ғана түрлі дәстүрлердің үйлесімі байқалады. Шығыстың классикалық стилі де, батыстың авангардтық стилі де бар. Очень огромные усилия. Наш президент сумел собрать. Егер әр елдің басшылары әлемде тыныштық пен ынтымақтастықты орната алмаса, олар рухани конфессиялардың көшбасшыларына жүгіну керек. Себебі олар миллиардтаған адамдардың ақыл ойын басқара алады дейді президентіміз. Сондықтан болар ол Астана қаласындағы рухани конфессиялардың көшбасшыларының басын біріктірді. Қазір біздің елімізде бұл үрдіс жиі өткізіліп жүр. Осындай игілікті іс үшін елбасымыз арнайы оларға арнап сарай да салдыртты. Келесі бір байқаудан ағылшын сәулетшісі Норман Фостер жеңіп алды. Норман Фостер танымал архитекторлардың бірі. 1936 жылы Манчестер қаласында дүниеге келді. Әйгілі қалалардың бәрінде де оның ғимараттары бар. Мәселен, Францияда Виаут Менюм, Лондонда Мерриекс мұнарасы мен Миллениум көпірі, Нью-Йоркта Херс Тауэр, Токиода 1000 жылдық мұнарасы. Ол өз жобаларының арқасында хай-тек стилінің негізін қалады. Астанамыздағы пирамида өте тез уақытта салынып бітті. Бірақ оның салынуында да біраз кедергілер болды. Мәселен, Астананың ызғарлы суығында құрылыс жүргізудің өзі қиын. Сондықтан негізгі жұмыстар жаз уақытына жоспарланатын еді. Пирамиданың жоғарғы бөлігіндегі 1000-ға жуық үш бұрышты бөлшектері Ұлыбританияда дайындалып, бізге дайын күйінде әкелінді, сіріңкенің қораптар сияқты сызылған кесте бойынша қойылды. Ол керемет әлемнің 4 қол ұстап тұрғандай. 4 жағынан да ғимараттың ішіне сәуле бірдей түсетіндей етіп ойластырылған. Норман Фостердің идеясы біздің елбасымыздың ойымен үйлесті. Жарық жоғарғы жағынан түседі. Жер бетіне түсетін күн сәулесі сияқты ғимараттың барлық бөлігіне түседі. Жарық жақсылықтың, бейбітшіліктің нышаны іспеттес. Екінші жағынан бұл ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарымызды дәріптеу. Бұл жерде пирамида тұрақтылықтың символы іспеттес. Бәрі де уақыттан қорқады. Ал уақыт пирамидадан қорқады деп египеттіктер бекер айтпаған ғой. Бір жағынан бұл ғимараттарды Астананың ауа райына лайықтап салу керек болды. Себебі қатты суық кезінде керегелер бекитте, қатты ыстық кезінде керісінше кеңейеді. Мұндай ауа райында пирамида үгітіліп қалудан мүмкін еді. Сондықтан инженер дөңгелекті каркас қойып, рельстерге колонналарды бекітеді. Ал Астанадағы бейбітшілік пен келісім сарайы әлем бойынша заманауи құрылыс инженериясының шыңы деп танылды. Құрылыс жобасы оның қоршаған ортамен үйлесімі керемет. Осындай жаңа бағыттағы құрылыс жобаларын көбейтуіміз керек деп ойлаймын. Фостердің ғажайып пирамидасы Есілдің екі жағалауынан да көрініп тұр. Пирамиданың ішінде мәдениет мұражайы, саябақ, 1500 адамға арналған опера театры. Лифт арқылы сіздер Астананың жасыл желегін тамашалап, керемет рахаттанып қайтуыңызға болады. Мен бірінші рет көріп таң тамаша болып тұрмын. Бейбітшілік және келісім сарайы шығыс пен батысты, оңтүстік пен солтүстікті және түрлі діни өкілдерінің көзқарастарын біріктіретін орын. Астанада бұдан басқа да Норманның жобалары бар. Әлемді таң қалдырған жобаларының бірі Хан Шатыр. Мыңдаған адамдардың еңбегімен осындай керемет ғимарат тұрғызылды. Ғажайып жобаның құрылысы 2 жылға кешікті. Бұған да бас қаламыздың ауа райы кедергі болды. Қыста -35-40 қатты суық, ал жаз айында +35-40. Хан Шатырдың 5-ші қабатында
Жылы да ылғалды тропикалық климат. Астаналықтар қыстың қара суығында да осы жағажайға келіп демалуларына болады. Инженердің осы бір қиялы табиғаттың қатал суығына да төтеп берді. Ұлыбританияның сәулетшісі астаналықтардың демалуына барлық қолайлы жағдайларды түбегейлі ойластыра білген. Қиялымызға сенсек, алдыға мақсат қойып біз әрі қарай дамимыз. Бір ауданды түгелімен әйнекпен жауып, қыстың күні адамдарға қолайлы климатты ұстап тұратын ғимарат салуды Лорд Фостер 40 жыл бойы армандады. Біздің елбасымыз оған бір уақытта 10 000 адам демала алатындай ойын-сауық орталығын салуға ұсыныс білдірген кезде, ол арманын жүзеге асырды. Бұрын соңды ешбір жерде жоқ ғимарат салуды ойластырдым. Біз қазір хан шатырға кіріп демалып шығамыз. Бірақ оның қаншалықты қиындықпен салынғандығы ойымызға да кіріп шықпайды. 195 000 куб метр жер қазылды. Бірінші қабаттағы бір фундаменттің өзіне 189 000 бетон құйылды. Бұл орасан еңбектің бер жағы ғана. Біз басында осыншама ірі жобаны жүзеге асыруға келісім бергенімізді толыққанды түсіне қойған жоқпыз. Жалпы көлемі 100 000 квадрат метр, биіктігі 145 метр еді. 150 метрлік тіреуіш бағанын көтерудің өзі оңайға соққан жоқ. 2000 тонна болаттан құйылған хан шатырдың тіреуіші бағаны да дұрыс жоспарланған еңбектің арқасында бой көтерді. Бұл жұмысқа Германиядан, Ұлыбританиядан келген инженерлер жұмыла кірісті. Енді орасан зор шатырын көтеру ғана қалды. Бұл шатырдың да қазақ даласының символы іспеттес болуы елбасымыздың идеясы еді. Болатты көтергеннен гөрі шатырын қою жеңілірек болды әрине. Әлемдегі ең үлкен шатырдың дизайны Германияда дайындалды. Ауданы 20 000 квадрат метрден тұратын пазлдардан тұрды. Оның өзі 834 пластиктен жасалған. Әйнектен 100 есе жеңіл, тазалауды қажет етпейтін материалдан құралды. Бұл материал этилен этфе деп аталды. Германиядан Астанаға дайын күйінде жеткізілді. Әрқайсының дайын келген жастықшалар болды. Соны бетіне жабу керек. Осы бір жастықшалардың арқасында Фостердің арманы орындалды. Шатыр жаздың ыстық күндері кондиционер сияқты салқындатып тұрады. Ал қыстың күні іштегі жылуды жібермейді. Ең бастысы ол энергияны да аз жұмсайды. Міне техниканың жетістігі деп осыны айтты. Шатырдың төбесінде айналдыра кетіктер орналасқан. Жел соққан кезде сыртта суық болса, жаңағы кетіктер жылы ауаны тартады. Бұл ғимаратқа жарық мол түседі. Төбесі арнайы жылыны өзінде ұстап тұратын материалдармен жасалған. Жылу бұл жерде жыл бойы алмасып тұрады. Негізінен қыс уақытында бұл жылу автотұрақты жылытуға да жетеді. Хан шатыры ойын-сауықтық кешенінің салтанатты ашылу күні 140 000 адам болды. Осы бір ғажайып ғимаратты 21 ғасырдың жетістігі деп айтуға болады. Бұл салтанатты сарайдың ішінде адамның өмірі үшін бәрі де бар. 100 000 квадрат метр ауданын саябақ алып жатыр. Дүкен, кинотеатрлар, кафе, аттракциондар бәрі де осы бір ғимараттың ішінде. Ешбір жерде жоқ тропикалық жағажай, бассейндер, аквапарк та хан шатырда. Әлемнің жүздеген өсімдіктері осы бір ғажайып эдде материалының арқасында Астанамызда өсіп тұр. Хан шатыр тәуелсіз Қазақстанның символы іспеттес. Сіздердің астаналарыңыздың жобасын дайындау, 2030 жылға дейінгі құрылысын салу менің бұдан былайғы өмірімнің мақсаты. Бұйыртса, 2030 жылы мен 95 жаста болады екенмін. Толықтай салынып болған Астананы өз көзіммен көргім келеді деп айтқан екен Кисе Курокава. Бірақ өкінішке орай, осыдан 4 жыл бұрын Кисе Курокава көз жұмды. Әлде болса, бас қаламызды көркейту үшін халықаралық байқаулар жарияланады. Біз әлі талай ғажайыптардың ашылуына куәгер боламыз.